Қазақ тілі 125 сабақ. Сабағымыздың тақырыбы ел ордасы елімнің шылау деп аталады. Сабағымыздың мақсаты мәтіндегі негізгі ойды анықтай аласың, сөз бен сөздің арасында келетін шылаулардың мәнін түсінесің, қалай жазылатынын білесің. Балалар, оқулығымыздың 114 бетіндегі 26 жаттығуға қарайық. Балалар елін бағындыру атты мәтінді жақсылап, мәтінді түсініп, мәнерлеп оқимыз. Жарайсыңдар балалар. Мәтінді оқып болсаңдар, мына сұрақтарға жауап берейік. Балаларға көмекке келген бесеудің қайсысы бірінші болуы мүмкін? Мәтіндегі негізгі ойды тұжырымда. Спорт пен өнердің маңызын айтып бер. Енді балалар, бізге мынандай тапсырма беріліп отыр. Мәтіндегі шылауларды тап, бұл шылаулардың қандай өзгешелігі бар? Мәтінде мынандай шылаулар берілген. Келісімен ақ, тек қана, сол-ақ екен, көріп пе едіңіз? Шылаулар ақ, қана, ақ, пе. Бұл жердегі балалар ақ, қана деген шылаулар өздері қатысты сөздеріне даралау, шектеу мағынасын білдіреді екен, үстейді екен. Ал енді пе деген шылау өзіне қатысты сөзге сұраулық мағына үстейді екен. Балалар, біз өткен жолы шылаумен танысқанбыз. Шылау өз алдына тұрғанда мағынасы жоқ, сөйлем мен сөйлемді, сөз бен сөзді байланыстырып тұратын, сөзге үстеме және сұраулық мағына беретін, сөздерден бөлек жазылатын, сұрағы жоқ сөздер екен. Енді шылаулар қандай, не үшін пайдаланылады? Мысалы, мен, бен, пен және шылауларды сөз бен сөзді байланыстыратын шылаулар екен. Мысалы, Асан мен Үсен айдалада келе жатыр. Да, де, та, те шылаулары тіркескен сөзіне күшейту, анықтау мағынасын білдіретін шылаулар екен. Мысалы, жақын жерде өзен де, көл де бар. Асан да, Үсен де адасқандарын енді білді. Ал ма, ме, ба, пе, па, пе шылаулары сөйлемде сұраулық мағына туғызатын шылаулар екен. Мысалы, балаларымды көрдіңдер ме? Ғой, қой, ғана, қана, ақ, ай, ау, мыс, ды, т шылаулары сөйлемде өтіну, даралау, шектеу мағынасын туғызатын шылаулар екен. Мысалы, тез үйге бара ғой, Асан ғана келсін, айтқаның дұрыс ақ. Жақсы балалар, енді дәптерімізді ашып, мамырдың 11-і сынып жұмысы деп жазайық. Оқулығымыздың 115 бетіндегі 27 жаттығуға назар аударайық. Көп нүктенің орнына тиісті шылауды қойып, сөйлемдерді көшіріп жаз. Сөйлемдерді жазып болғаннан кейін, шылаулардың астын сыз, олардың қандай мағынада жұмсалып тұрғанын айт. 28 жаттығуға қараймыз. Бағанның екі жағындағы сөйлемдерді салыстыр. Сұраулық шылаулардың жазылуы туралы өзің қорытынды жаса. Мысалы, бірінші бағанда киіміңе мақтанба. Сен мына кітапты оқыдың ба? Қай жерде сұраулық шылауы бар? Дұрыс айтасыңдар, екінші бағандағы сөйлемде сұраулық шылаулар бар. Олар өзінің үстеу мағынасын білдіріп тұрған сөздерден бөлек жазылады. Сен мына кітапты оқыдың ба? Сабақ басталды ма? Ол сабағын оқып па? Ол Айгүлді көрді ме? Осы екінші бағандағы сөйлемдерді көшіріп жаз. 29 жаттығу. Шылауларды салыстыр, әр қайсының ерекшелігін анықта. Мысалы, мен, бен, пен
сөз бен сөзді, сөйлем мен сөйлемді байланыстыратын шылаулар деп жазып қоямыз. 30-шы жаттығу. Жер, су атауларын оларға тән нысандармен түйістіру арқылы жұмбақталған сөзді тауып оқы. Бұл балалар шығармашылық үзіліс. Жақсы балалар, тапсырмаларды ұқыпты әдемі орындаймыз.